саламатсыздар? Балдар, мен сіздерді бүгін галереяға қонаққа шақырып келіп тұр. 15-ші ғасырдағы бүгінгі біздің галереямыз ерекше. Галереяға барғанда сіздер әдетте нені көруге барасыздар? Айдана? Біз галереяда суретшілердің туындыларымен танысамыз. Өте жақсы. Ал мен сіздерді бүгін тұжырымдама галереясына шақырамын. Сіздер сол тұжырымдамалардың мазмұнымен танысып, өздеріңізді мына парақшаларыңызға түртіп аласыздар. Парақшаны қараңыздар. Бұл жерде екі жауап. Біреуі тұжырымдамаларыңызбен келіссеңіздер, нолик қоясыздар, келіспесеңіздер, крестик қоясыздар. Тапсырма түсінікті ма? Ал енді өздеріңіздің столдарыңызда жатқан мына кестені алып, мына галереядан тұжырымдамаларды көрулеріңізге шақырамын. Барлығымыз галереяның туындыларымен таныстыңыздар, иә? Өздеріңіздің таңдауларыңызды дұрыс жасады деген ойдамын. Ал енді орындарыңызға, отыруларыңызға болады. Парақтарыңызды, өз жауаптарыңызды тексеріп алсаңыздар болады. Парақтарыңыздың астына өз аты-жөндеріңізді жазып қойыңыздар. Жауаптарыңызды тексердік қой? Санаймыз, дұрыс жауаптарыңызды санап алыңыздар. Дұрыс жауаптарыңызды санап алыңыздар. Алты дұрыс жауап берген оқушылар бірінші топқа, бірінші столға келеді. 7-8 дұрыс жауап берген оқушылар екінші столға келеді, мына столға. 9-10 дұрыс жауап берген оқушылар үшінші столға келеді. Орын алмастыруларыңызға болады. Орын алмастырдыңыздар, бір-бірлеріңізге қарап, танысып алыңыздар топта. Топтың арасында спикерлеріңіз бен хатшыларыңызды айқындап алыңыздар.
салып жіберейікші. Тез. Ильяс? Топтың әр мүшесінің ойы қымды. Өте жақсы. Ергежан? Бізді қашанда тыңдау. Өте жақсы. Мади? Бір топ, бір агрессивде жұмыс істеу. Керемет. Бірлесіп жұмыс жасау. Керемет. Және де ең құнды уақытты үнемдеу. Топ ережесін қайталап алдық. Сіздердің назарларыңызға тірек сөздер. Жошы ұлысы, Орда Ежен ұрпақтары, мемлекет, Шығыс Дешті Қыпшақ. Тапсырма. Берілген тірек сөздерді қолдана отырып, сіздің ойыңызша бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Не туралы айтатын боламыз? Ойымызды жинақтадық па? Онда бастайық. Дана? Біздің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы Ақ-Орда, себебі ол Жошы ұлысына бөлініп шыққан мемлекет болды. Рахмет. Еркежан? Біздің де топтың ойы бойынша Ақ-Орда жайлы болады, себебі оның алып жатқан жер аумағы Шығыс Дешті Қыпшақты алады. Өте жақсы. Аружан? Және де Ақ-Орда осы алғашқы мемлекеттердің бірі болды. Рахмет. Ал енді тексеріп көрейік. Сіздердің болжауларыңыз сәйкес келді ме екен? Сонымен біздің тақырыбымыз Ақ-Орда қазақ хандығының негізі. Енді біз тақырыбымызға бүгінгі сабағымыздың мақсатын қойып көрейікші. Мақсатын ойлаңыздар. Бастайық. Нұрай? Ақ-Орданы қазақ хандығына қосқан үлесі. Қосқан үлес туралы Анықтаймыз. Өте жақсы. Тағы да Аружан? Ақ-Орда қазақ хандығының негізі деген тақырып болғандықтан, мен ойымша қазақ хандығының қалыптасуындағы осы Ақ-Орданың алған рөлі және кезеңдері деп ойлаймын. Өте жақсы. Керемет. Мади? Қазақ хандығының құрылуына Ақ-Орданың қосқан үлесі. Анықтау. Сіз де келсіз. Анықтау, иә? Ал енді тексеріп көрейік. Бүгінгі біздің мақсатымыз Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін анықтаймыз. Қазақстанда мемлекеттілік қалыптасуының тарихи кезеңдерін ажырата аламыз. Және де қазақ хандығының қалыптасуындағы Ақ-Орда мемлекетінің негізгі рөлін анықтай аламыз. Сіздердің қойған мақсаттарыңыз сәйкес келіп тұр ма? Келесі тапсырма. Сіздер қазір бейнефильм көресіздер. Бейнефильм көрер алдында столдарыңызда мынандай ғылыми күнделік тұр. Осы ғылыми күнделіктеріңізді әр оқушыға қазір таратып беремін. Сіздер ашасыздар да бейнефильмді мұқият көріп, ішіндегі ең маңызды ақпаратты түртіп алуларыңызға болады. Маған көмектесіп, естіріп жіберсеңіздер болады. Барлықтарыңызға жетті ма? Дайынбыз ба бәріміз? 5 ғасырдың басында Ақ-Орда мемлекеті өмір сүрді. Ол моңғол шапқыншылығынан кейін Қазақстан жерінде пайда болған бірінші ірі мемлекет. Ақ-Орданың негізін қалаушы Жошының үлкен баласы Орда Ежен. Аумағы Шығыс Дешті Қыпшақ, ал астанасы Сығанақ қаласы болды. Мемлекетті Орда Ежен тегінен шыққан хандар басқарды. Алғашқы ханы Сасы Бұға, мұрагері Ерзен хан. Ақ-Орданың Алтын Ордадан оқшаулануы 14 ғасырдың екінші ширегінде Ерзен мен Мүбәрак Қожа тұсында басталды. Мүбәрак Қожа хан Алтын Ордаға бағынбай дербес саясат жүргізуге тырысты. Шымтайдың ұлы Орыс ханның кезінде Ақ-Орда Алтын Ордадан бөлініп, тәуелсіз хандық болып жарияланды. Ақ-Орда Ұрыс хан тұсында едәуір нығаяды.
Жалпы Ақорданың тарихын 3 кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең Шығыс Дешті Қыпшақтың аумағын Алтын Орда билігінен босату жолындағы ұзаққа созылған күреспен сипатталады. Ерзей мен Мүбәрак қожа Алтын Ордаға тәуелділікті жоя алды. Екінші кезең Ақорданың күшейіп, Алтын Орда ісіне араласу кезеңі. 14 ғасыр 60-70 жылдары билеген Ұрыс хан тұсында Ақорда айтарлықтай нығайды. Үшінші кезең Мәуереннахр билеушісі Әмір Темір мен оның ұрпақтарының басқыншылығына қарсы күрес кезеңі. Тапсырманың қаншалықты мұқият орындағандарыңызды тексеріп жіберейік. Тапсырманы қаншалықты мұқият орындағандарыңызды тексеріп жіберейік. Ақорданың негізін қалаушы кім? Алтынай. Менің ойымша, Ақорданың негізін қалаушы жошы ұлысының үлкен баласы Орда ежелгі. Осы жерді бағалап жіберейік балалар. От шашумен Алтынайдың жауабы дұрыс па, дұрыс емес па? Рахмет. Келесі. Қай ханның кезінде Ақорда дербес мемлекет болды? Елназ. Орыс хан тұсында Ақорда барынша күшейді, яғни сол кезде ол дербес мемлекетке айналды. Бағалап жіберіңіздер. Елназның жауабы дұрыс. Ақорданың тарихын қанша кезеңге бөлеміз? Динара. Ақорданың тарихын 3 кезеңге бөлуге болады. Бағаланып жіберіңіздер. Рахмет. Ал енді барлықтарыңыз Динараны отшашумен дұрыс деп бағалап жібердіңіздер. Соны кішкене комментарий жасап жіберіңізші бес. Біз отшашу жасаған себебіміз, өйткені бізге Динараның сұрағы өте ұнады және ол жауабы өте ұнады, ол жаңағыдай нық жауап берді. Жауабындағы болған ақпарат Бізге тиімді болды. Дұрыс. Аярыс? Және де нақты әрі қысқаша болды. Әлі қысқаша болды. Түсінікті болды, иә? Рахмет. Келесі тапсырма, ол топтық тапсырма. Бірінші топ сіздерге Ақорда мемлекетінің құрылу тарихын нақты дәлелдеп келтіріп талдаңыздар. Сіздерге беріледі кесте толтыру және қосымша карта. Екінші топ символдарды құрастырып, қазақ хандығының қалыптасуындағы Ақорда мемлекетінің рөлін дұрыс қарастырыңыз. Символдар арқылы қарастырып көріңіздер. Үшінші топ Попс формуласы бойынша Ақорда хандығының негізін өз пікірлеріңізбен негіздеңіз. Жауаптарыңызды постер арқылы қорғайсыздар. Және сіздерге оқулықтарыңыздың 35-ші параграфын ашып, қосымша материал алуға болады. Сіздерге жұмысқа 15 минут беріледі. Сіздерге тапсырма берілген парақта бағалау критерийі мен тапсырманы орындайтын дескрипторлар бар. Танысып алыңыздар. Бәріміз таныстық па? Іске сәт.
Да. Аумағын анықтай алдыңыздар ма картамен? Қазір оны айтасыздар. Басқару жүйесін анықтай алдыңыздар ма? Этикалық құрамын қорытындыға қараңыздар. Осы сіздердің мына жасаған жұмыстарыңызды қорытындылар дәлелдеу керек. Соған назар аударыңыздар. Жақсы, символдарыңыз жақсы шығып келе жатыр, бірақ уақыттың тығыздығына байланысты барлықтарыңыз жылдам кіріссеңіздер. Мына шартты белгілеріңізді керемет ойларыңыз. Дұрыс. Қиындық туғызған жоқ па? Жаттық қалдыңыздар ғой дейм, я? Ағынайды бастыру керек ауырда, қарамен. Өте жақсы. Иә, шоңғылын. Қорытында қиындық ма? Ағана күнделіктегі ақпараттарыңыз. статистика ретінде осы
жұмысты аяқтаймыз. Ал енді сіздердің презентацияларыңызға 2-3 минут беріледі. Ал бағалауды біз бірінші топтың бағалау критерийлерімен екінші топ бағалайды. Екінші топты бағалау критерийлерімен үшінші топ бағалайды. Ал үшінші топты бағалау критерийлерімен бірінші топ бағалайды. Жұмыс тәртібі түсінікті ме балалар? Бірінші топ список. Ақорданың аумағы Ақордан нефтек пышақтың бәрі қамтыды, тек жетісу кірмеді. Және де оңтүстігінде Әмір Темір империясы, солтүстігінде Сібір хандығымен шекарасы болды. Басқару жүйесі, яғни биліктің басында хан тұрған. Одан кейін оларға кеңес беретін бектер тұрған. Одан кейінгі сатыда уәзірлер тұрған. Олар азаматтық істерге араласатын болған. Одан кейін салықты жинайтын басқақтар тұрған. Одан кейін қарапайым халықтар тұрған. Этникалық құрамына келетін болсақ, ол бірыңғай болды. Оны түркі тілдес тайпалар құраған. Оның ішінде 8 тайпаның олар Қыпшақ, Қарлы, Арғын, Алшын, Найман, Үйсін және Кереймен қондыратын болған. Яғни өз тақырыбымызды қорытындылай келе, біз Ақорданың аумағын, басқару жүйесін және этникалық құрамы арқылы Ақорда негізгі тарихын білдік. Және де осы Ақорда ол Қазақ хандығының негізі болып табылады. Рахмет. Екінші топ бағалап жіберіңіздер. Нұрай. Маған осы бірінші топтың жұмысы ұнады. Себебі олар бүкіл дескрипторларға сай келді. Яғни олар Ақорда мемлекетінің аумағын түсіндірді, және де этникалық құрамын, одан кейін саяси жүйесін бізге түсіндіре алды. Оны қорытындылап нақты жұмыс істеді. Өте жақсы. Ал енді қараңыздар, сонымен Ақорданың территориялық аумағын және оның басқару жүйесін және оның этникалық құрамын біз анықтап алдық па? Екінші соң сіздерге сөз. Кездер. Яғни бірінші суретте Ақорданың картасы берілген. Оның аумағының аты Шығыс дешті Қыпшақ, Ақорданың астанасы Сығанақ. Біздің екінші символда көріп тұрғанымыздай, ол 14-ші ғасыр. Яғни 14-ші ғасырдың 60-70-ші жылдарда Орыс ханы тұсындағы Ақорда мемлекетінің күшейіп мықты болуы, олардың дәрежесінің көтерілуі. Мына символда көріп тұрғандарыңыздай, 15-ші ғасырдағы Ақорданың Алтын Ордадан бөлініп тәуелсіз болып шығуы. Келесі символға қарасақ, бұл жерде Ақорданың саяси тарихы берілген, яғни оның саяси тарихы 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңінде Ақорда Алтын Ордадан толықтай бөлініп шығуы, тәуелсіз болуы. Ал екінші кезең Ұрыс хан тұсында 14-ші ғасырда Ақорданың гүлдену кезеңі. Үшінші кезеңде көріп тұрғандарыңыздай Әмір Темірдің тонаушылық жорықтары кезеңі және осы жорықтардың Ұрыс ханға түсірген ауыртпашылығы. Бұл суретте Ақорда және Моғолстан белгіленген. Яғни Әмір Темірдің тонаушылық жорықтарынан Ақорда және Моғолстан күш біріктірді. Сол себептен кейін осы екі мемлекет арасында қарым-қатынастар нығая түсті. Осымен жұмысымызды қорытындылай келсек, Қазақ хандығының қалыптасуында Ақорданың рөлі маңызды болды. Себебі ол Шығыс дешті Қыпшақ және Түркістан жеріндегі 14-15 ғасырдағы тайпалардың рөлін көрсетті. Ол Ақорда және де Қазақ хандығының қалыптасуында алғашқы мемлекеттердің бірі болды. Және оның саяси тарихы 3 кезеңнен тұрғандығын білдік. Үшінші топ?
бағалап жібереміз. Бұл топты бағалай келе, бұлардың символы өте нақты әрі түсінікті болды. Дискриптора келсек, мәтін мазмұны түсінікті болды. Шартты белгілерді мазмұнына сай құрастыра алды, және шартты белгілер бойынша өз ойын жеткізе алды. Бізге өте түсінікті және өзімізге мәлімет алды. Сонымен символдар арқылы біз Ақорданың қазақ хандығының қалыптасуындағы алғашқы мемлекет екен және оның маңызды рөлін анықтай алдыңыздар ма? Отырыңыздар. Үшінші топ, сөз сіздерге. Көмек керек ба? Опыстарымыз мүрделі oldu ғой дейін. Бізге берілген тақырып Ақорда қазақ хандығының негізі. Менің ойымша, Ақорда қазақ хандығының құрамында ерекше рөл атқарды. Себебі Алтын Ордадан бөлініп шыққан Ақорданың құрамындағы көшпелі қазақ санының өсуі болды. Мысалға алатын болсақ, жошы ұрпақтары арасында болған билік үшін күрес, сол мемлекеттің ішінде көшпелі қазақтардың бір жерге шоғырлануына, яғни Кереймен Жәнібек қол астына шоғырлануына алып келген болатын. Қорытындылай келе, Алтын Ордадан дербес мемлекет, дербес болған ұмтылған Ақорданың ішкі және сыртқы жағдайлары қазақ хандығының құрылуына септігін тигізді және оның алғашқы алғышарттары болып табылады, есептелінді. Ал енді бағалап жіберейік. Бірінші топ, сіздерге сөз. Біз үшінші топты бағалай келе, дискриптораға сай бағалаймыз. Олар Ақорда қазақ хандығының негізгі пікірі туралы өз ұстанымын айқындай алды. Ақорда қазақ хандығының негізгі болуына себептерін келтіре алды. Және де мысал келтіріп, өз ойларын дәлелдей алды. Ақорда қазақ хандығының бойынша қорытынды жасай білді. Біз бұл топты жақсы бағалаймыз. Сонымен, қараңыздар, Ақорданы қорытындылай келе, бағана сіздер өздеріңіздің ғылыми күнделіктеріңізге түртіп алған мағлұмат, соның көмегі және сіздер бейнефильм арқылы мына попсты құрауға анық бола ма екен? Түсінікті болды ма? Отырыңыздар. Сіздер тапсырмаларыңызды орындадыңыздар. Мақсат қойдыңыздар. Осы мақсатымызды қараңыздар. Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін сіздер анықтадыңыздар ма? Қанша тарихи кезең бар екен? Айдана. Яғни Қазақстан мемлекетінің қалыптасуында тарихи кезеңдер, яғни ол 3 кезеңнен тұрған болатын, яғни осы Ақорда қазақ хандығының құрылуына септігін тигізген. Өте жақсы. Бұл мақсатты орындадық қой? Орындадық. Келесі бірінші мақсатымызды алдық. Екінші мақсат. Қазақстанда мемлекеттілік қалыптасуының тарихи кезеңдерін ажырата аламыз ба? Ажырата аламыз ба? Нұрия? Біз ол тарихи кезеңдерін ажырата аламыз және оны 3 кезеңге бөлеміз. Бірінші кезеңі Алтын Ордадан Ақорданың бөлініп шығуы болады. Өте жақсы. Нұрай? Ал екінші кезеңде біз 14 ғасырдағы орыс ханы тұсындағы осы Ақорданың гүлденуін жатқызамыз. Өте жақсы. Еркежан? Яғни біз үшінші кезеңде ол Әмір Темір ұрпақтарымен басқыншылыққа қарсы болған оқиғаны ала аламыз. Сонымен екінші мақсатымызды орындаппыз. Келесі, қазақ хандығының қалыптасуындағы Ақорда мемлекетінің негізгі рөлін қалай біз анықтадық бүгін? Айдана. Біз яғни осы Ақорданың қазақ хандығының қалыптасуында рөлдерін былай анықтаған боламыз, яғни қазақ хандығының болашақ жер аумағы қазіргі сол кездегі Ақорданың жер аумағы болып есептелінген және де олардың ішкі саясаты және де халықтары бір-біріне ұқсас болып келген. Өте жақсы. Сонымен Нұрия? Және де осы қазақ хандығындағы Керей мен Жәнібек өзіне қарайтын тайпаларды мықты басқарып, өзімен бірге оларды жеке мемлекет құруға алып кетті. Осы жерде тоқтаймыз, оны біз келесі сабақта өтеміз. Сонымен үшінші мақсатымызды біз қамтыппыз ба? Қамтыдық. Келесі тапсырма. Ол сәйкестендіру кестесі. Сіздердің столдарыңызда сәйкестендіру кестесі жатыр.
осыны бұл жекелей жұмыс. Құрметті оқушылар, жекелей бір-бірімізбен ақылдаспаймыз. Әркім өзіне алады, сәйкестендіру кестесін. Барлықтарыңызға жетті ма кесте? Орындаймыз. Тапсырманы орындап біттіңіздер ме? Сәйкестен өздеріңіздің жауаптарыңызды мына жауаптармен салыстырып көріңіздер. Жеке жұмыс Ильяс, жеке. Ақылдасуымыз жоқ, жұптық жұмыс емес. Жауаптарыңызды салыстырдыңыздар. Сәйкес келмеген жауап бар ма? Сәйкес келмеген. Нұрилия, сіз екен ғой? Қай жерде сәйкес келмеген? Мен осы сәйкестендіруде бір қателік жібердім. Ол менің назар салып дұрыс оқылмауымнан болды. Және де уақытты үнемдеймін деп тез белгілеп, салғырттығымнан қате жібердім. Қазір мен бұл қатемді өзім түсініп, оны ендігі жолы қайталамауға тырысамын. Нұрилия, келесі жолы мұқият болыңыз, иә? Келесі мен сіздерге мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Ақорда қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының маңызды сатысы деген тұжырыммен келісесіздер ме? Ойланыңыздар. Кімдайын, жүптік, топтық, жекелей. Елназайын, Аржандайын, Нұрайдайын, Аярыз. Елназдан бастайын. Келсек, себебі Ақорда қазақ хандығына қосқан үлесі көп. Біріншіден, олардың басқару жүйесі өте мықты болды. Екіншіден, Орыс хан тұсында біріктірген Орасан-ама болашақ қазақ хандығының мемлекетінің амалы. Өте жақсы. Аярыз? Және де сол Ақорданы жалғастырып келген түрік, моңғол түрік көшпелі мәдениетті сақтап жалғастырып кетті қазақ хандығы. Және де екі жақтары сол кірген тайпалар кездеседі, кейін сол тайпалар қазақтардың жүздеріне айналды. Жақсы. Сонымен Ақорданың этникалық құрамына кірген түркі тілдес тайпалар қазақ хандығының да негізін құраған екен, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсаттарын барлығымыз айқындап толық жеттік пе, оқушылар? Енді сабағымызды қорытындылайық, иә? Біз бүгінгі сабағымызды рефлексиясын мынандай әрекет жасайық. Жұдырық, алақан, жұдырық барлық мағлұмат бізге түсінікті. Алақан әлі де оқитын ақпарат бар екен. Қолымызды иығымызға қойсақ, мен бүгінгі сабақты толық түсініп,
өзімнің сыныптасыма көмекке келуге дайынмын. Түсінікті ма? Қайталайын ба? Қандай позицияны ұстанасыздар? Барлығымызға түсінікті екен. Ал кім көмекке келеді екен? Нұрай келеді көмекке, Аружан келеді көмекке, Нүрила келеді көмекке. Сабақ түсінікті болса, әрдайым өздеріңіздің араларыңыздан көмекке келетін оқушы болса, ол нұр үстінен нұр. Үйлер күнделіктеріңізді алып, үй тапсырмасын жазбаңыздар. Номер 35 параграф бойынша еттер берілген жуан жіңішке сұрақтарды құрастырыңыздар. Жазып аламыз. Жуан сұрақтар көбірек болса, өте жақсы. Үй тапсырмасын бәріміз жазып алдық па? Сабақ осымен аяқталды.